Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода көп таңбалы сандардың моделі, сандар тізбегі деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бұл бізде 8-ші сабақ математика пәні 3-ші сынып. Бұл сабақта сен көп таңбалы сандарды оқуды, жазуды және салыстыруды білетін боласың. Бірінші тапсырма: кестедегі сандарды оқы. Енді біз осы уақытқа дейін қайталап келе жатырмыз балалар. Күнде разрядтар, класстар дегеніміз не ол, разряд дегеніміз не ол. Яғни бізде әзірге біз білетін екі класс бар. Бірінші класс, екінші класс. Ол бірінші класс бірліктер классы, екінші класс мыңдықтар классы. Енді осы бірліктер мен мыңдықтардың ішінің өзінде 3 разрядтан болады әрқайсысына. Мысалы, бірліктерде 3 разряд, мыңдықтарда 3 разряд. Мысалы, бірліктердің разрядтары бірліктер, ондықтар, жүздіктер жай ғана. Ал мыңдықтар болса, ол 1 мыңдықтар, 10 мыңдықтар, 100 мыңдықтар болып келеді екен. Енді мына жерде кестедегі сандарды оқы дейді бізге. Бірінші сан бізде 5000. Енді бұл мыңдыққа кеткен, мыңдыққа жатады 5000. Екінші сан 45000. Ол енді 10 мыңдыққа кетеді, екінші класстың екінші разрядына. Үшінші сан 345000. Көрдіңдер ме? 3 жүздікпен алынады. 3 жүздік, 4 10 мыңдық, 5 мыңдық, яғни 345 мың. Бір-біріне қосқан кезде 300 мың қосу 40 мың, қосу 5 мың деп жазамыз. Келесі 300 мың, тек қана 300 мың, тек қана жүздіктерден тұрады 300 мың. Келесі 205 мың, яғни бұл жерде 100 мыңдығы 200 мың, 1 мыңдығы 5 мың екен, 10 мыңдық бұл жерде жоқ екен, 205 мың екен. Келесі 670 мың, яғни 100 мыңдығы 600 мың, оған 10 мыңдық 70 мыңды қосамыз. Бұл жерде мыңдық, 1 мыңдықтар және бірліктер класы жоқ екен, 670 мың екен. Енді разрядтағы цифрлар берілген санды алу үшін қанша бірлік, қанша ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық, 100 мыңдықтарды қосу керектігін көрсетеді. Көрдіңдер ме? Яғни разрядтағы сандар жаңағы бір-біріне мына жерде айтып тұр. Цифрлар берілген санды алу үшін қанша бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық, 100 мыңдықтарды қосу керектігін көрсетеді. Яғни ол дегеніміз не деген сөз? Разрядта қосылғыштардың қосындысы, яғни егер 371 мың деген санды алатын болсақ, оған 300-ді қосамыз, оған 70 мыңды қосамыз, оған мыңды қосамыз. Не болмаса 862 мың деген санды алайық. 800 мың, оған қосамыз 60 мыңды, оған қосамыз 2 мыңды. Міне осылай разрядтарға жіктеп аламыз екен. Келесі екінші тапсырма: оқы, түсіндір, есепте. Енді бұл оңай, бағанағындай балалар. 300 мыңға 70 мыңды қосамыз, бұл жерде 370 мың. Бұл мыңдықтар класына кетеді. Келесі 300 мыңға 200 мыңды қосамыз, ол 500 мың. 200 мың мыңдықтар класынан есептеп жатырмыз әлі. 350 мыңға 210 мыңды қосамыз, 371 мың. Мыңдықтар класы екінші класста әлі. 18 мыңға 9 мыңды қосамыз, 27 мың. Бұл да мыңдықтар класына кіріп кетті. 300 мыңға 453 мыңды қосамыз, 753 мың. Келесі жалғасы 600 мың қосу 95 мың қосу 200 дейді. Енді бұны қалай шығарамыз? 695 мың 200 деген сан. Көрдіңдер ме? 695 мың 200. 450 мыңға 20-ны қосамыз, оған 5-ті қосамыз. 475 мың. Келесі 15 мыңға 4 мыңды қосамыз, оған 300-ді қосамыз, оған 5-ті қосамыз. 19 мың 305 деген сан шығады. 800 мыңға 10 мыңды қосамыз, оған 400-ді қосамыз. 810 мың 400. Келесі 60 мыңға 7 мыңды қосамыз, оған 80-ді қосамыз, 67 мың 80 деген сан шығады екен. Жақсы, ол бітті. Екінші тапсырма, үшінші тапсырма. Енді мынандай тапсырманы да біз алдыңғы видеоларда орындағанбыз. Бұл енді жаңағындай сандардың, үлкен сандардың, жаңағы мыңдықтардан тұратын, 100 мыңдықтардан тұратын сандардың біз моделін жасауымыз керек. Сандардың моделін үлгі бойынша салып көрсет дейді. Міне қараңдар, мына жерде 500, 530 мың, 345, 345 мың, 203, 203 мың деген. Мына бірінші қатардағы сандар, олар бірінші класстағы сандар, яғни бірліктер класы. Екінші қатардағы сандар, олар мыңдықтар класы, екінші классқа жатады. Енді осылардың белгіленуі, мынандай моделін қалай сызамыз, мынандай сызбаға қалай сызамыз? Міне қарандар. Ол үшін қарандар, мысалы, мыңдықтар класы, бірліктер класы деп екі жаққа бөлінген. Мыңдықтар класы
бірліктер классы деп. Енді бұл жерде ең маңыздысы қай жерге белгілейміз, яғни моделін қай жерге белгілейміз. Мысалы 530 деген санды міне бірліктер классына белгілейміз, көрдіңдер ме? Оның мыңдығы жоқ, 530, просто 530, мыңдық жоқ, ары қарай мың дегені жоқ, нөлдер жоқ ары қарай. Енді міне ол жерде жүздікке 5 сақина қоямыз, 5 мынандай моншақ, ондыққа 3 сақина қоямыз, сонда 530 деген сан шығады. Ал 530 мың болса, оны мыңдықтар классына белгілейміз. Қараңдар балалар. Міне мыңдықтар классына 5 моншақ тіземіз, ондықтар 100 мыңдықтар классына 5 моншақ, 10 мыңдықтар классына 3 моншақ енгізеді екенбіз. Жақсы. Міне дәл сол сияқты балалар 345 мың сандары. Бұл жерде міне қараңдар, 345 дегеніміз бірліктер классына белгілейміз. Жүздігі 3-еу, ондығы 4-еу, бірлігі 5-еу. Ал енді мына 345 мың дегенде оны мыңдықтар классына белгілейміз міне. Жақсы, келесі 203 мың. Бұл жерде де 203 дегенде бірліктер классына белгілейміз моделін құрған кезде. Ал 203 мың дегенде мыңдықтар классына белгілейді екенбіз. Бұл енді түсінікті деп ойлаймын, балалар. Келесі 4-ші тапсырма, бұл бізде өздік жұмыс ретінде берілген екен оқулықта. Салыстыр, тура теңдікті дәптеріңе жаз дейді. Мұны қараймыз. 52 мың, 5200. Біз мыңдықтарынан бастап салыстырамыз, 52 мың көп па, 5 мың көп па? Әрине 52 мың көп екен. 32 мың және 32 мың. Бұл екеуі тең екен. 302 мың, 300 мың. Мыңдығынан салыстырамыз. 300 мың көп па, 302 мың көп па? 302 мың көп әрине. Енді қайсысын тура теңдікті жазамыз? Тура теңдік дегеніміз, міне тура теңдікті дәптерімізге жазады екенбіз. Келесі 5-ші тапсырма, санды разрядтық қосылғыштарға жікте дейді. Енді мен қазір 470 мұңды разрядтық қосылғышқа қалай жіктейміз? 470 мың дегеніміз ол 400 мың қосу 70 мыңның қосындысы екен. Келесі 953 мың дегеніміз ол 900 мың қосу 50 мың қосу 3 мың екен. 953 мың екен. Жақсы, келесі 6-ші тапсырма. Мәтінді оқы, санды деректерді пайдаланып теңсіздіктер құрастыр. Көрдіңдер ме? Теңдіктер емес, балалар, теңсіздіктер құрастырамыз. Солтүстік Қазақстанның орманды даласында бұғы, елік, ақ қояндар кездеседі. Ғалымдар оларды бір апта бойы бақылап, 120 бұғы, 250 елік және 310 ақ қоянды тіркеді. Енді бірінші тапсырмасы бұл жерде теңсіздік құрастырамыз. Ол дегеніміз міне 120 мен 230 салыстырамыз. 120 мен 230, яғни 120 кіші 230-тан. 230 мен 310 салыстырамыз. 230 310-нан кіші. 310 мен 120-ны салыстырамыз. 310 120-дан үлкен. Артық, яғни. Міне теңсіздіктер құрастырдық. Енді екінші тапсырмасы бар. Сұрақ қой, есеп құрастырып оны шығар. Мен мынандай сұрақ қоятын едім. Ғалымдар оларды бір апта бойы бақылап, дейді, 120 бұғы, 230 елік және 310 ақ қоян тіркеді. Енді мен мынандай сұрақ қоятын едім. Ғалымдар барлығы қанша жануар тіркеді? Енді сол бойынша есепті шығарып көрейік. Міне қараңдар, бұғы 120, елік 230, ақ қоян 310, барлығы белгісіз. Шешуі 120 қосу 230 қосу 310 тең 660. Жауабы ғалымдар барлығы 660 жануарды тіркеді. Міне осындай оп-оңай есеп. Келесі 7-ші тапсырма, мына жерде қима қағаздарды өрнектерді пайдаланып теңсіздіктер құр және жыз. Енді қараңдар балалар, теңдіктер құрамаймыз, тек қана теңсіздіктер құрамыз. Ол енді мүлдем оңай, білесіңдер, теңсіздік құру деген. Міне 4 пен 8-дің көбейтіндісі кіші 9 пен 4-дің көбейтіндісінен, 12 мен 2-ның бөліндісі кіші 7 мен 4-дің көбейтіндісінен, 12 мен 3-дің көбейтіндісі кіші 9 пен 2-ның көбейтіндісінен, 5 пен 4-дің көбейтіндісі үлкен 18 пен 9-ның бөліндісінен. Енді балалар, бұл тек қана үлгі. Сендер өздерің басқаша құрастырсаңдар болады. Мысалы 9 пен 4 пен 12 мен 2-ні салыстырсаңдар болады. 7 мен 4-дің көбейтіндісімен, мысалы 5 пен 4-дің көбейтіндісін салыстырсаңдар болады. Мен сендерге тек қана үлгі ретінде бердім. Келесі 8-ші соңғы тапсырма балалар. Сенің алдыңда 3 жұмбақ хат тұр. Оларды көшіріп жазу кезінде әр қайсынан сандар жоғалып кеткен. Әр хаттағы сандардың орналасу заңдылығын тауып, жоғалған санды ата. Енді қараңдар, бұл жерде міне 2, 4, 6, мына жерде 8 болу керек, 10. Міне 8-ді мен қызылмен белгілеп көрсетіп қойдым. Бұл жұп сандар 2-ден аттап отыр, Бірді айтпайды, мысалы 2, одан 3-ті тастап кетеді, 4 деген сияқты. Енді келесі
360, 320. Енді бұл жерде қарасаңдар балалар 40 санға кем болып отырған, 360-тан мысалы 320-ны алсаңдар 40 қалады арасында. Яғни келесі санды 40 азайтып отырамыз, 40-тан азайтып отырамыз. Бұл жердегі жоғалған сан 280 екен. Келесі, бұл енді мүлдем оңай, қараңдар, 222, 333, 144 дейді. Бұл жерде құпия сан 111 екен, 111, 222, 333, 444 деген сан екен. Міне балалар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа көптен көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңдар. Себебі қоңыраушаны басып қойсаңдар, менің жаңадан шыққан видеоларымды үзбей көріп отыратын боласыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.